Қазақта құстарға деген наным-сенім бар. Құстар ұшып кетсе күн жылайды, құстар ұшып кетсе күн суиды. Құстарға арналған мақалға келетін болсақ, құс өз ұясын табады демекші, дәл осылай ағаш материалынан және ПВХ материалынан. Құрметті қыздар алқасы, мен жарасайтын Мерве қызы. Менің есімім Қанағат қызы Гаухар. Біз дәл осындай құстарымызға арналған ұяшықтар жасайтын боламыз. Бұның материалдары ағаштан жасалатын болады. Себебі ағаш өте жылы және құстарға деген жайлы болады. Бұл құстарға ыңғайлы ұя. Бұл құстарға ең қолайлы және балапандардың бауына басуға ыңғайлы ұя. Ұямызға арналған құрал-жабдықтар осындай балға, ағаш және де ағашқа арналған осындай клей және осындай отвертка. Құстарға арналған ұя жасау арқылы біз оларға қауіпсіз орында инетін боламыз. Қалада және ауылда ағаштар азайған сайын құстарға ұя табу өте қиын болады. Сол себепті қолдан жасалған ұялар олардың өмір сүруіне көмектеседі. Және де дәл осындай канцелярский пышақ қажет болады. Және желім. Біз ең алғашқы ұямызды ағаш материалдарынан жасаған болатынбыз. Одан біз жақсы тәжірибе жинадық. Енді сол еңбегімізді тоқтатпай, әрі қарай жалғастырып, екінші ұямызды ПВХ материалдарынан жасауды қолға алдық. Әрі де тамақ болып келетін дәл осындай қураған шөптерді салатын боламыз. Өз тұрмыста, құрылыста, өндірісте кеңінен таралған материал. Бұл синтетикалық материалдар. Бұл жеңіл әрі су өткізбейтін материалдардың бірі болып табылады.